Міне мен өзімнің керекті регланымды тоқып болдым. Примерно менің регланым, сіздерге айтайын, неше сантиметр болғанын. Реглан менде болды 24 сантиметр. Регланым менің 24 сантиметр болды. Енді мен алдыңғы полочканы тоқып алдым. И қолдағына жеңін бөлек мына сияқты жіпке дізіп алдым өзім. Бөлек, міне. Сонда менде примерно алдыңғы планкам алдыңғы планкам мына 15 петляны қоспағанда алдыңғы планкамда менде 44 петля. 15 петля және мына жерде 44 петля болды. Жеңімде қолда 64 петля болды. Мына жерде 64 петля болды. Және мына арқасында 76 петля болды. Енді сіздердікі тура менікі сияқты болмауы да мүмкін, өйткені сіздердің тығыздықтарыңыз, тоқу бос тоқисыз, не нығыз тоқисыз, сіздің петля саны басқаша болуы мүмкін. Енді қараңыздар, мен алдыңғы планкамды тоқыдым и мына жерге келдім, міне. Қолымды бөлек жіпке дізіп алдым. Енді мына жерде мен қолтығына келгенде мен бір 6 петля қосайын. 6 петля қосайын. Оны накид арқылы қосамыз. Міне бұлай. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 петля накид қосамын. Ары қарай узор бойынша тоқып алып кетемін. Мына жерде мен, қараңыздар, мына регланның 2 регланды бір жақ петляны жеңге жібердім қолдарына и екінші петляны арқасына жібердім. Алдында да солай. 2 регланның біреуі алдыңғы полочкаға кетті, екінші регланның петлясы мына қолдарына жеңдеріне кетті. Енді ары қарай узор бойынша тоқи беремін. Узор бойынша тоқисыздарда мына екінші жақ жеңді де тура осылай басқа жіпке өткізіп аласыздар. И мына жерде тура жәнегі мына біз алған сияқты 6 петля жеңнен тағы да қосып аласыздар. И ары қарай өздеріңізге керекті қанша ұзындықта керек сізге, например, кардиган қанша ұзындықта керек, солай төмен қарай тоқи бересіздер. Ал мына жең осылай жіпте қала берсін. Кейін ұзындығын тоқып болғаннан кейін жеңін ары қарай жеңін тоқып алып кетеміз. Жәнегі іліп алған накидіміз 6 накидімізға келдік, қолтығына. Мен мына жақтағы планкасын тоқып алдым. Енді міне ортасында, қолтығында 6 петляға келдім. Енді осы жерде біз имитация шва дейді. Яғни мына сияқты екі жанында тігілген сияқты істеуіміз керек. Ол кардиган әдемі тұрады сол кезде. Оны қалай істейміз? Мына жерде 6 петляның ортаңғы 2 петлясын теріс тоқимыз. Яғни мына екеуін осы мына келе жатқан узор бойынша тоқимыз. Например, мен теріс, оң, келесі теріс тоқим. Узорым бойынша. Теріс тоқим, келесін оң тоқим. Келесін оң тоқим. Міне 2 петляны тоқыдым. Енді ортаңғы 2 петляны мен кардиганның міне іш жағында оң тоқимын.
Тура мына регланымыз сияқты кардиганның теріс бетінде, теріс жағында оң тоқимыз 2 петляны. Ары қарай мына 2 петля узор бойынша тоқылады, иә. Яғни міне қараңыздар, мына жерде теріс, оң, теріс, оң, теріс, оң, теріс. Узор бойынша, ары қарай узор бойынша тоқып кетеміз. Теріс, оң. Бірінші қатар болғандықтан кішкене ауырлау тоқылады. Оң, теріс, оң. Енді ары қарай осылай узор бойынша тоқып кетеміз. Екінші қолға келгенде де, мына жерде 6 петля келгенде дәл солай істейміз. Екі жақ шетіндегі 4 петляны узор бойынша тоқимыз да, ортаңғы 2 петляны оң аламыз. Ал енді кейін қайтқанда кардиганның оң жағында жәнегі 2 петлямызды біз теріс аламыз. Сонда бізде мына жерде мына сияқты тігілген әдемі сызық түседі, тігілген сияқты. Мен кардиганды бітіремін, иә, жабамын. Яғни мен біріншісін тоқыма еліп алам. Енді мына менің резинам. Осылай жабамыз. Оң тұрса оң тоқып, теріс тұрса теріс тоқып алып, осылай жабамыз. Кардиганымызды өстіп бітіреміз. Енді 2 қолын тоқимыз. Аяқ жағын осылай жауып алғаннан кейін өте қатты тартып тастамаңыздар, иә. Міне осылай өте бос та болып кетпесін. Осылай аяқтайсыздар. Ал узорына келген кезде узор бойынша тоқисыздар. Тоже оң болса оң, теріс болса теріс тоқып алып, осылай жабасыздар, иә, бітіресіздер. Осылай аяқ жағын бітіріп алыңыздар, жауып алыңыздар. Келесі қолын қалай тоқитынын ары қарай көрсетіп шығам. Өте қатты тартпаңыздар, өте бос та болып кетпесін. Осылай жауып шығасыздар. Так, міне мен және жіптегі петляларды қайтадан спицыма өткізіп алдым. Қазір менде спицыда 64 петля тұр. Енді қараңыздар. Мына жерде мына жаққа 3 петля қосайық, мына жаққа 3 петля қосайық. Сонда 6 петля қосамыз. Яғни бірінші міне мынау жәнегі қолтығымыздағы 2 петля теріс тоқығамыз. Мына оң жағы кардиганның, мынау теріс жағы. Оң жағынан бастайық. Енді міне мына жерден бітіп 3 петляны алып алайық. Бір. Енді примерно қарайсыздар, қай жерден алуға болады. 2. И мына жерден алайын. 3. 3 петля алдым. Енді осылай тоқып кетемде, мына жерге келгенде тағы да 3 петля алам. Ары қарай узор бойынша тоқимыз. Узорымыз қалай болып тұр? Оң, теріс, оң. Яғни міне оң, теріс, оң. Осылай аяғына дейін тоқыңыздар. Мына жерге келгенде
Тура жаңағы сияқты тағы да 3 петля аласыздар да уже айландырып тоқи бересіздер. Сонда қолымызда спицамызда бізде общий 70 петля болады. Міне мен мына жерге келдім. Енді тағы да мына жақтан 3 петля аламыз, иә. Тоже бүйтіп қарайсыздар. Егер мына сияқты бүйтіп үлкен болып ашылып кетпеу керек. Примерно бір, екі, үш. Мына жақтан тағы да 3 көз алдық. 3 петля алдық. Енді мына жердегіні жіпті бүйтіп байлай салайық, чтобы кішкене тұратындай. Все, енді ары қарай бүйтіп тоқи береміз. Менде қазір спицада 70 петля тұр. Бір 10 қатар тоқығаннан кейін, примерно 10-15 қатар тоқығаннан кейін, тура осы қолтығынан 2-2-ден азайтамыз. 2 петляны азайтамыз. Мына жақтан 2 петляны біріктіріп аламыз. Мына жақтан 2 петляны біріктіріп аламыз. Тағы да бір 10 қатар или 15 қатар тоқып мөлшерлейсіздер. Мына 70 петлямызды жеңіне жеткенше кішкене бүйтіп кішірейтуіміз керек. Жеңнің төмен түскенше. Өздеріңіз енді көз мөлшермен қарап отырасыздар, неше петля, неше қатардан кішірейтеміз деп. Егер мына қолдарыңыз өздеріңізге жеткілікті болса, кеңдігі, онда бір 3 петля, 4 петля ғана азайтыңыздар. Жіңішке керек болса, тағы да біраз қысқартыңыздар. Қараңыздар, мен қолымды тоқып болдым. Мен каждый 20 қатардан 2 петляны 20 қатардан кейін кішірейтіп отырдым. Сонда қараңыздар, мен 1, 2, 3, 4, 5 жерден кішірейттім. 2 жағынан, Енді тура солай екінші қолымды кішірейттім. 1, 2, 3, 4, 5 жерден кішірейттім. Енді қолымды жабамын, бітіремін. Қолды, кардиганды қалай бітірдік, қолын да дәл солай бітіреміз. Оң болса оң тоқып, теріс болса теріс, алып, былай өткіземіз. Осылай кардиганымызды аяқтаймыз.